Ауыл мектебі талай ұрпақтың арманын әлдилеген, қоңырау үнімен таңдатырып, білім шырағын жаққан қасиетті қара шаңырақ. Оның іргесі өткен ғасырдың қатаңды қайсар жылдарында қаланды. Сол бір бөлмелі ескі үйдің өзінде оқимын деген баланың үміт оты болып жанды. Бор иісі аңқыған тақта, ағаш парталар, аласа терезеден түскен жарық, бәрі де білімге деген құштарлықты оятты. Бұл мектептен талай ұстаз, дәрігер, елге қызмет еткен азаматтар түлеп ұшты. Бұл Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қаражар ауылындағы шағын жинақты мектеп санатындағы Қаражар орта мектебі. Уақыт өз дегенін жасайды. Ауыл да, мектеп те өзгерді. 1927 жылы іргетасы қаланып бой түзеген шағын білім ордасы облыс әкімі қызметінде болған Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен 2018 жылы іргесі жаңадан қаланып, бүгінде 2 қабатты жаңа 100 орындық мектепке айналды. Бұл ауыл өміріндегі үлкен жаңалық, болашаққа жасалған нық қадам еді. Бұл бастама оқушыларға білімді тереңірек меңгеруге, ұстаздарға әр балаға жеке көңіл бөлуге мүмкіндік берді. Сыныптар жаңарып, әдіс тәсілдер жетілді. Бірақ мектептің рухы, ұстаздың мейірімі, білімге деген адалдық сол қалпында сақталды. Уақыт өте мектепте жаңарды, түлеп толысы. Бүгінде ол оқушыларға сапалы білім берудің жаңа белесіне көтерілді. Әр кабинет бір әлем, әр әлемде білімнің кілті бар. Ұстаз үні, шәкірт ойы тоғысқан. Қасиетті мектепте өмірдің шын мәні бар. Мектепке кіре берісте көріс тартар қабырға, стендтер мен көрнекіліктер қарсы алады. Білім болашақтың кілті. Ұстаз ұлттың шамшырағы деген нақыл сөздер әр оқушының жүрегіне ой салады. Ұлттық құндылықты ұлықтаған стендтер, тарихты сөйлеткен бұрыштар мектептің рухын айшықтайды. Қабырғада даналықтың ізі бар. Әр жазуда ұрпаққа аманат. Көрнекі ой, көркем сөз, білімге бастар сара жол. Жаңартылған пән кабинеттері білімнің нағыз ортасы. Кеше ғана сынып төрінде шығарма жазып өлең жаттаған балалар бүгінде түрлі деңгейдегі олимпиадалар мен байқауларда білімін дәлелдеп жүр. Қалалық, аудандық, облыстық сайыстарда топ жарып мектеп абыройын асқақтатуда. Әр жеңіс ұстаз еңбегінің жемісі. Әр қатысу талап пен талпыныстың айғағы. Байқауда батыл ой, олимпиадада терең сөз. Шәкірттің әрбір жеңісі ұстазға қойылған биік көз. Мектебіміздің оқушылары түрлі деңгейдегі аудандық, облыстық, республикалық білім додалары мен спорттық жарыстар мен ел чемпионаттарында, әлемдік жарыстарда топ жарып жеңіске биік сатысына шығуда. Ал ұстаздарымыз ерен еңбектерінің нәтижесінде аудандық білім бөлімінің, облыстық білім басқармасының алғыс хаттары мен марапатталып келеді. Бірқатар мұғалімдер оқу ағарту министрінің алғыс хаттарын иеленіп үлгерді. Мектеп менің өмірімдегі ең қымбат әрі ең маңызды орындардың бірі. Себебі дәл осы жерде мен алғашқы білімімді алып, болашаққа деген мақсаттарымды айқындай бастадым. Сондықтан мен өз мектебімді шын жүректен мақтан тұтамын. Мектеп маған тек оқулықтағы білімді ғана емес, өмірлік құндылықтарды да үйретеді. Мұғалімдеріміздің әр сабағы бізге ой салып, өзімізге сенуді үйретеді. Олардың еңбегі мен қамқорлығы арқасында мен өз мүмкіндіктерімді танып, жаңа белестерге ұмтыламын. Мен өз мектебімде оқитыныма қуаныштымын. Бұл жерде алған білімім мен тәрбием болашақта үлкен жетістіктерге жетуіме көмектеседі деп сенемін. Сондықтан да мен үшін мектебім нағыз мақтанышым. Мен үшін мектеп тек білім ордасы ғана емес, өмір жол ашатын қасиетті мекен. Мен өз мектебімді ерекше жақсы көремін және оны әрқашан мақтан тұтамын. Себебі мектепте мен білім алып қана қоймай, достар тауып, өз қабілеттерімді дамытып келемін. Бұл достық пен бірліктің мекені. Осында мен адал достар тауып бір-бірімізді сыйлауды үйрендік. Түрлі іс-шаралар мен шығармашылық жұмыстар бізді белсенді, жауапты болуға тәрбиелейді. Мектеп ұлттың болашағын қалыптастыратын білім мен тәрбиенің алтын діңгегі. Ұстаз ретінде мен үшін мектеп кәсіби қызмет атқаратын орын ғана емес, жауапкершілігі зор, тағдырлар тоғысқан қасиетті орта. Сондықтан да өз мектебімді әрдайым мақтанышпен айта аламын. Біздің мектебіміз жарық, таза әрі заманауи талаптарға сай жабдықталған. Сыныптар кең, интерактивті тақталармен қамтамасыз етілген. Мұғалімдеріміз өте білімді, мейірімді және әр оқушыға ерекше көңіл бөледі. Олар бізге тек пәнді ғана емес, адамгершілік пен тәртіпті де үйретеді. Мектепте түрлі үйірмелер мен іс-шаралар жиі ұйымдастырылады. Олимпиадалар, спорттық жарыстар, мерекелік кештер бізді белсенді болуға тәрбиелейді. Осындай шаралар арқылы біз өз таланттарымызды ашамыз.
Біздің мектеп сапалы білім берумен қатар оқушының тұлғалық дамуына ерекше мән беретін білім ордасы. Мұнда шығармашыл, ізденімпаз, өз ізіне адал педагогтер еңбек етеді. Ұжымдағы бірлік пен кәсіби қолдау оқу-тәрбие үдерісінің нәтижелі болуына негіз болады. Мектеп қабырғасында білім беру мен тәрбиелеу өзара тығыз байланыста жүзеге асады. Түрлі оқу-тәрбие шаралары, жобалық жұмыстар мен қоғамдық белсенділік оқушылардың азаматтық ұстанымын қалыптастырып, олардың болашаққа сеніммен қадам басуына ықпал етеді. Ауыл мектебі кеше мен бүгінді жалғаған алтын көпір. Ол қарапайым ауылдан үлкен арманға жол салған, болашаққа батыл қадам басқан киелі білім ордасы. Ауыл мектебі ауылдың жүрегі, елдің ертегін тәрбиелеген қасиетті қара шаңырақ. Талай буын осы білім ордасынан қанат қақты. Кешегі бір бөлмелі мектептен басталған тарих бүгінге дейін үзілмей жалғасуда.